Заречный ауылы мемлекеттік тілде оқытатын Заречный орта мектебі. Ұрпаққа ұран болған ұрлы ерлік Ишанов Естай. 1418 күн мен түн Ұлы Отан соғысы осынша уақыт жалындады. Сансыз құрбандықтар мен азаптар әкелген соғыс. Бұл кезде отан қорғаушылардың жаппай ерлігі көрсетіледі. Солардың бірі Тобыл Торғай өңірінің тумасы Естай Ишанов. Соңғы фашист біздің қасиетті жерімізден қуғанша жауларымызды талқандауға ант етемін деп ол өз еліне ант берген. 1906 жылы 20 мамырда қазіргі Қостанай облысы Жітіқара ауданы номер 3 ауылда дүниеге келген. 1924-1929 жылдары ауылдық кеңесінде хатшысы болып жұмыс істеді. 1939 жылы отбасымен бірге Аманқарағай совхозына көшіп келді. Мал техник болып жұмыс істеді. Қостанай облысы Жітіқара ауданының тумасы Естай Ишанов 1942 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылды. Ол Сталинград шайқасы жүріп жатқан Еділ жағасына соғысқа келді. Бірақ оның алғашқы қызмет орны Челябі облысындағы Чебаркуль болды. Днепрдің оң жағалауындағы плацдармды ұстап тұру шайқасында ерекшеленді. Ал енді ерліктеріне тоқтай кетсек, 1943 жылы 6 қазанда Медвин ауылының маңында Ишанов экипажы алған позицияларда жаудың 2 жаяу әскер полкын 4 танкімен шабуылға тастайды. Тікелей өрт сөндіру тобы 2 цистернаны жойып, өртті жаяу әскерге береді. Барлығы осы шайқаста марапаттау тізімінде көрсетілгендей 3 танк, оқ-дәрі салынған 7 көлік құралы және 2 жаяу батальонды жойып салады. КСР жоғарғы кеңесі президиумының 1943 жылғы 17 қазандағы жарлығымен Днепр өзенін сәтті өткен үшін Днепр өзенінің батыс жағалауындағы плацдармды мықтап нығайтқаны және күзетшілердің батылдығы мен ерлігі үшін Ленин орденімен және алтын жұлдыз медалімен Кеңес одағының батыр атағы беріледі. Днепрден кейін батыр Батыс Буг пен Висла өзендерін кесіп өтіп, Сандарминск плацдармындағы қыңыр шайқастарда ол 3 күнде 50-ден астам фашистерді жойып салады. Сақшылардың соңғы шайқасында сержант Ишанов ауыр жарақат алып, 1944 жылдың 1 қыркүйегінде ауруханада көз жұмады. Сандарминск қаласында Польшада жерленген, ол 3-ші дәрежелі даңқ орденімен де марапатталды. Ал енді бейнероликті тамашалаңыздар. Октябрь 1943 года. Чернобыльский район, Киевская область. Идут жестокие бои за Днепровские переправы. Красноармейцы отважно и воинственно форсируют Днепр. Один из первых — Естай Ишанов, орудийный номер 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка гвардии младший сержант. В ходе сражения все бойцы расчета вышли из строя. Ишанов, оставшись один у орудия, продолжал вести огонь, несмотря на ранения. Как отмечено в наградном листе, младший сержант Ишанов уничтожил 3 фашистских танка, 7 автомашин с боеприпасами и до 2 батальонов пехоты. За этот подвиг 17 октября 1943 года, за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии младшему сержанту Истаю Ишанову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После Днепра герой форсировал реки Западный Буг и Висла. В упорных боях на Сандомирском плацдарме за 3 дня уничтожил более 50 гитлеровцев и был тяжело ранен, после чего скончался в госпитале в сентябре 1944 года. Отан соғысының ізінде әлі де ашылмай жатқан ақиқаттар, еленбей қалған ерліктер, елеусіз жатқан ерлер қаншама. Оны ашып анықтау, белгісіз болып жатқан тағдырларды тауып, елге танытып, лайықты атаққа ие болғызу. Оларға қамқорлық жасау, кейінгі ұрпақтың, яғни біздің қасиетті парызымыз.